Ассалям алейкум. Бұл апгрейд жобасы. Жобаның авторы мен Айгерім Гарифулла. 7 күнде 7 эксперт. Өздерінің бір аптада 1 миллион теңге таба алады ма, таба алмайды ма деген бақтарын сынап көрмек. Біздің берген техникаларымызды қолдана отыра, әрбір ханым өзінің жұмысын жасай отырып ақша табатын болады. Ең көп ақша тапқан ханымға біз умра жолдамасын сыйлағалы жатырмыз. Ал егерде кім ұтқанын білгіңіз келсе, алдағы выпусктардың барлығын соңына дейін көріңіздер. Ал бисмиллах, біз бастаймыз. Менің есімім Раушан, жасым 40-та, толық жасым. Косметолог Хаджан болам. Осы салада жұмыс жасап жатқаныма 5 жылдан аса уақыт болды. Нишам менің осы хижама денсаулық саласы бойынша. Проблема. Менде хижама адамдарда давление, бетте проблема болса, безеу, жаңағындай. Денеде белі ауыратын болса, остеохондроз болатын болса, жалпы осы денсаулық саласында табиғи жолмен емдеу ғой. Реалитиға келген себебім, ең қатты ұнағаны 2 күн енді осы адам ниетпен жұмыс жасаймыз деді, қорқынышпен жұмыс жасаймыз деді, еще Айгерім ханыммен бетпе-бет. Сол жағы және де осы Инстаграм жүргізе алмай жүредім ғой мен. Сол жағынан прямо анау воронка ұрып, парақшамды прямо дұрыстап, жүйелеп беріп, содан ары қарай жұмыс жасап кетсем деген ниет менде. Мен есім Марал, Астана қаласынан келдім. Ниша менде исламский коуч. Келген мақсатым масштабқа шығу, үлкен аудиторияға шығу. Бұрынғы уақытта енді сарафанкамен жұмыс істедім, Инстаграмды енді бастадым. Сондықтан осы проектке келіп, научиться плавать в океане. Меня выбросят сейчас в океан. Кто выкарабкается, тот выкарабкается. Люблю вызовы. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Гүлдарина Аманжолқызы. Жасым 32-де, 2 баланың анасымын. Бұл проектке, бұл сабаққа мен Астана қаласынан келіп отырмын. Өзім нишам қазіргі жасап атқан, қазіргі таңда жұмыстан атқан психология через призму ислама деген бағытты таңдадым. Сол жолда қызмет етіп атырмын. Осы проектке келген себебім Айгерім Гарифулла ханымның ол опыты бар, білімі бар. Осы өткен жолдың, біздер қазіргі өтіп атқан жолымыздан сол кісіден опытымызды алып, білімімізді алып, ары қарай өссек дейміз, даму үшін, өсу үшін, жұмыстану үшін. Мен бүгін азында әпәдемін көрсетіп тұрып, жаңбыр жапты да, сонымен сталығы бізде білістір Алматыда обязательно. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің есімім Айгерім Гарифулла, және мен осы апгрейд жобасының қатысушысымын. Неге ұйымдастырушы ретінде қатысушы болып отқанымды түсіндіріп өтетін болсам, мен алдымен осы қатысушылармен бірге ақша табуға, өзіңнің өніміңді жүйелеуге бірге жол жүрмекшімін. Ішінен осы проектіні көрмекшімін, иншаллах, және де осы проектімізде реально жұмыс жасап ақша табуға болатынын бүгін, яғни осы аптаның ішінде көрсетпекшіміз, яғни барлығы шынайы болмақ. Иншаллах, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Арайлым. Алматы қаласынанмын. Жалпы психологиямен айналысамын. Ойлаймын, бізге осы жоба үлкен бір мүмкіндік деп, бізді масштабқа шығару үшін, жалпы өзімізді сынап, жалпы жаңа уровеньге шығуға бір керемет мүмкіндіктердің бірі деп ойлаймын. Есімім Ажар, Қызылорда қаласынанмын, живу в Алматы. Ағылшын тілі мұғалімі IELTS тьютор. Оқушыларға IELTS емтиханына дұрыс дайындалып, тапсыруына көмектесемін. Миллионнан жоғары ақша тапқым келеді. Көп оқушы қалаймын, көп клиент қалаймын. Бәріне пайдалы болсын деген ниетім. Бір ханым жоқ па
Здравствуйте, меня зовут Мадина Ролан, я являюсь психологом-психосоматологом. Я приехала с города Семей. Запрос у меня, чтобы структурировать свои знания, подготовить какой-то продукт, чтобы я могла быть полезной дальше своим подписчикам и служить. Меня зовут Соля, я из Алматы. У меня есть бизнес в сфере логистики. Сейчас я больше хочу профилироваться в сфере психологии. И именно связанная с мамочками, у которых есть детки, требующие особой заботы. Запрос в этом обучении у меня, скажем так, оформить внутренне правильно себя как продукт для того, чтобы принести людям и быть более полезной как для себя, так и для других. Енді правила игры. Азанда кешікпейміз, оны айттық, я. Кім кешігеді, сол обед алып береді группаға. Я? Сосын бұл группада да мен бар екенімді ұмытпаймыз. Мен де өзіміздің реалитиға қатысқалы жатырмын. Жаңағы айтқанымдай, ең бірінші ойым болды. Мысалға камерада, инстаграмда не нәрсені көрсетіп жатамыз, сыртын ғана көрсетіп жатамыз ғой. Даже андай болуы мүмкін да адамдарда. Өздері істейді ма, істемейді ма, берді, нерабочий может быть не техникамыз, я, мысалға стратегиясы может нерабочий. Я хочу, чтобы здесь сіздермен бірге сіздердің қолданатын стратегияларыңызды мен де қолданып ақша тауып көргім келеді. Чтобы бір жағынан көрсеткім келеді, что это рабочая схема. Дұрыс жасасақ та. Сосын екінші нәрсе, осы 5 күнге, осы 7 күнге, пожалуйста, поставьте өздеріңізге бір миға сыйымды суммаларыңызды. Мынандай емес, нөлде отырып, спустись на землю 5 миллионов емес, да, например, адам не үшін неғып қалады, выгорать етіп қалады, не үшін құлап қалады, потому что өзінің қолы жетпейтін, әлі де, вообще миына сыймайтын не қойып қояды, сумма қойып қояды, не істейді? Выгорать етеді. Это тоже хитрость нафса. Мы это будем разбирать, иншаллах. Кім ақша таппайды, соған біз наказание береміз. Біз енді просто так жібермейміз. Наказание береміз. Қазір Жанерке ханым сіздерге парақтар береді. Пожалуйста, өздеріңіздің нәпсілеріңізге ұнамайтын нәрсені жазыңыздар. Біз соны жеребеға тастаймыз. Да. Жеребеға тастаймыз, да. Кто не заработает, тот будет выбирать и делать. Жазыңыздар, білмеймін, сторисқа шығып өзімнің позорный немді айтам. Күйеуімнің аяғымның жуып атқанын көрсетем сториста. Видеоға түсірем, оны Айгерім өзінің инстаграмына салады сосын. Бір кредитін жоп берем болмаса, да. Или же, я не знаю, тағы да өздеріңіз, бір өздеріңізге ұнамайтын. Мен де жазайын, әкеңіз. Я же тоже участвую. Ханымдарымыз жиналды, өздерімен танысып жатыр. Енді алдағы 2 күнде біз не жасаймыз? Алдағы 2 күнде біз психологиялық разборлар жасаймыз, тақырыптар түсіндіретін боламыз. Ең бірінші бұл маңызды тақырыптың бірі бұл ниет. Яғни өзіміз білетіндей, ниетіміз түзу болмаса, амалдарымыздан ешқандай пайда жоқ, результат жоқ дегендей. Яғни сонымен жұмыс жасай отырып, біз не істейміз? Жеке-жеке разбор жасайтын боламын ол ханымдарға, мышлениясымен жұмыс жасаймыз, ниеттерімен жұмыс жасаймыз, қорқыныштарын шығара отырып, яғни қорқынышты түбінен шығарумен, ниетті тазалаумен жұмыс жасайтын боламыз. Енді бисмиллах деп жұмысымызды бастаймыз. Денем тоңып жатыр кәдімгідей уже. Это бағана уже аяғым бастаған, уже қазір телом бәрі дірілдеп жатыр. Қарсыластық, может быть. Қарсыласып жатыр. Мына жаңағы лекцияда болған
процесстерде соған қарсыласу бар, иә? Сіз сондай сезіп тұрсыз, иә, өзіңіз? Иә, уже соған да қарсыластық болып тұр, иә. Мен еще игнорить етіп тұрған бәрі орамалда да, че мен не орамалсыз деген нәрседе тұрды менде. Бәрі орамалда. Еще ойлап қойым, киіп кетейін ба, киіп кетпейін ба дедім да. Сосын айтып қойым, жоқ, әзір кимеймін. Бір жағына ойлап қойым, может знак деп ше, оны да ойлап тұрмын ше. Бұл жаққа келердің алдында, оның алдында Аллахтан сұрап жүрген нәрсем, енді орамалды да сұрап жүрдім негізінде. Бірақ менде тұрмысқа шығу деген ниетке вообще қоймайтынмын. Бірақ мен тұрмысқа шығуды қойдым, бірақ Аллахқа айттым. Мен сұрап жүрген адам мынандай да. Бірақ мен айттым, соған сай болуым керек деп өзіме еще шарт қойып жүрмін да. Ол нәрселер менде жоқ қой. Өзім бүйтіп қараймын да, сен соған сайсың ба, Раушан? Сенде жоқ қой ол нәрсе. Не сұрап тұрсың деп ше, өзіме айтып қоямын да. Сөйтіп жатырмын да, енді өзімде қарсыластық болып жатыр ғой ішімде, жаңағындай. Өзімді қабылдамай тұрмын ғой, былай айтқан кезде. И барлығы орамалда отыр. Еще ана адамды айтқан ғой, жылы жүзді деймін. Сен жылы жүздісің ба өзің? Мен негізінде мінезім чатақ қой былай. Соған болу керек деймін да, еще қараймын. Бірақ қасымдағы қыздардың көбісінің мінезі өзіме сай екен. Что для себя я очень много делюсь в процессе инсайтами, и у меня в последнее время вот это выходит проявляться это высокомерие. В 3 местах учусь, и я постоянно делюсь своим мнением, я в потоке, и вот где группа психологов, да, Джами, я там тоже в потоке могу в час ночи написать, и каждый момент внутри нас это высокомерие сдерживает меня. Я сейчас понимаю, что здесь, в этот момент высокомерие — это инструмент навса меня остановить. Просто в моменте делать таубе за высокомерие, но дальше идти. А для меня это было как остановкой. Что нельзя выходить на масштаб. Меня, наверное, это и останавливало выходить на масштаб. Что если я выйду на масштаб, это высокомерие, да? Это как, знаете, наверное, детская установка, как, знаете, ортасында жүр безопасно. Алды болма, арты болма, ортасында жүр. Ну да, у меня сопротивление — это казахский язык. Я как будто бы его не понимаю, но на самом деле я его понимаю. И когда что-то нужно осознать, я сразу включаю. Так, я не понимаю, о чем говорят на казахском языке. И, наверное, да, сопротивление еще связано с тем, что у меня, по идее, хороший проект, я могу его просто идти и делать. А я вот включила, скажем так, какого-то перфекциониста, что я не умею, я не могу. И даже когда я шла сюда, я думала, блин, у меня вроде есть продукт, но я как будто бы не могу ничего дать людям. Как я могу им что-то дать? Могу ли я вообще что-то дать? У меня появились сомнения. Мен андай өзімді андай қылып түсініп тұрмын. Получается, я же сказала, что до этого я вот занималась учитель английского, IELTS тьютерман, да, но я этим занималась в течение 4 лет, чисто для себя, как хобби. Особенно андай ақша үшін да емес, өзіме бір 4-5 адам алып қоям болды, андай на свои каждодневные траты деген сияқты болды. А теперь, возможно, мен и анандай момент болып жатыр, маған зона комфортадан шығу, плюс көбірек жұмыс жасау. Я понимаю, что это беготни, там больше работы, больше рилс анау түсіру, это все работы больше болып кететінін түсініп тұрмын. Может, соған сопротивляюсь я. Да, керек па, керек емес па. А смогу ли я деген сияқты. Не то, чтобы смогу ли я заработать, а смогу ли я, хочу ли я много работать. Именно вот іс-әрекет көп жасағым келе ма, жоқ па? Үйде жата береймін ба деген сияқты. 4-5 клиент алып отырғанда кайф емес па деген сияқты. У меня, знаете, полный тавекель. Да, потому что даже когда я ехала на этот проект, у меня денег не было на обучение. Не было. Я Айгерим Ханом звоню, ну то есть пишу и говорю, у меня 20 000 тенге, я просто не хочу профукать свое место. И все. Она говорит, все хорошо. И получилось чудо, если можно так сказать, что кое-какое имущество, которое не продавалось год, оно продалось именно за вот эту сумму. Представьте, я сюда приехала, вот оплатила за учебу и все. Бүйтіп айтайын, маска шешілетінін біліп тұрмын, потому что барлығымыз пендеміз, ішімізде бір өзімізге, нәпсімізге ұнайтын бір выгодны іздеп жүреміз.
Маскам шешілетінін білемін, бірақ мен осы проектке соны оголять тастауға, ары қарай өсуге, өз-өзімді жақсылап тануға келдім. Сондықтан қорқыныш бар ғой, енді адам баласы болғасын қорқам. Қорқыныш, енді ондай қатты қорқыныш емес, Аллаға тапсырдым, потому что Алла тағала мейіріммен өзі мені сөйтіп тәрбиелеп, жұмсартып, жұмсағымен өсіреді деп ойлаймын. Бір соқтығыс болып жатыр да, өз-өзіме бір күрес болып жатыр ішімде. Кейбір сөздер Айгерім ханым жүрегіме жетіп отыр. Бір нәрсе айтады, жылағым келеді да. Просто я не могу понять, почему. Сөйтсем, ол кісі мен выгодаларын анықтап жатыр да. Мен кәдімгідей маскаларымды шешіп жатыр. И мен сол кезде, оказывается, өзім маскаларымды шешуге қорқады екен. Мне хочется казаться классной. И это уже не есть хорошо. Я понимаю, что за этим никакого роста. Это, во-первых. Во-вторых, Аллахтың разылығы жоғында. Соны түсіндім. Жалпы барынша шынайы болсан, барынша сен өзіндегі маскаңды добровольно шешсең, сенде результаты жақсы болады. Когда мы готовы к неизвестности, тогда у нас будет рост. Не надо себя страховать. Когда мы страхуем себя, осындай результат болсын. Это же тоже контроль своего рода. Мен барынша қазіргі уақытта басымен кіріп кетуге тырысып жатырмын да. Кері байланыс беретін болсам ханымдарға. Біреулер уже осознанно келген, уже все, готово. Бәр маскамды шешем, сауытымды шешем, неғып дайынмын деген сияқты. Бір ханымдар әлі де все равно қалталарында бір нәрсе тығып, мына жақ сумкаларына бір нәрсе тығып, это эмоционально айтып жатырмын сіздерге. Я өздеріне шамал қарсы шығу мәселесі болып жатыр. Енді иншаллах қазір выгода темасымен кірген кезде 2 күннің көлемінде оны шығарамыз деп ойлаймын. Біз шығармасақ та Аллах тағала бәрі шығарып береді. Егер де ол ханымның ниетінде масштабқа шығу, өзінің бар сауытын шешу болатын болса, сауытын шешеді. Шешпейтін болса, бізде ол нәрсені сыйлаймыз. Өйткені әр нәпсіні уважать ету біздің міндетіміз, естественно. Каждый получит то, к чему стремится демен. Да, әр адам өзінің ниетін алады. Сол ниетін алады, стремлениесін алады. Иншаллах, ол нәрсеге ода разы болады, бізде разымыз. Ертең нен бастап көйлек киіп келесіз, шашты жайып келесіз, девочка болып келесіз. Өзіңіз ғой бағана, ниетіңіз сол болды, орамал? Орамал бүйтіп жайып қойып бүйтіп, деп отырасыз. Альхамдулилlah, субханаллах. Еркектерді қабылдамайсыз содан. Все равно, да? Все равно. Хорошо. Рашан ханым, сұрақ бар ма? Жеңілдедіңіз ба? Жеңілдедім, иә. Задание болған кезде ол жерде шынымен де бағана триггер сол болды ғой менде. Неғып мыналардың бәрі орамал тағып алған, неғып единственный мен осындай болып отырмын деген нәрсе болды ғой менде негізі. Сөйтіп соның несін ашып қараған кезде, оказывается, енді айналаң айна дейді ғой, маған Аллах айтып тұр, сен де бола аласың, міне мыналардың бәрі орамалда әйел болып келіп отыр, сен де әлсізсің, әйелсің деп. Ал мен еркек құсап шалбар киіп сөйтіп келген ғой. И еркектің рөлін албаған былай айтқан кезде. Енді маған Құдай айтып тұр, женственная бол, нәзік бол, сенің қалпың о бастан әйел деді. И сол иншаллах жай келмеген екен бұл жаққа. Мойындаймын деп отыр дейді. Жоқ, жеңілдеп қалдым. Кәдімгідей іштегі біраз нәрселерім шықты. Осы жаққа жайдан жай келмегенді енді түсініп жатырмын. Я себя его поддерживаю, понимаю. Были моменты такие провальные. Я. Даю ему право обламываться.
Контроль дейді ғой, жалпы барлығын хочу контролировать, всех людей. Жанымда кім бар? Контрольді ұстағым келеді. Енді онымен мен түсінем, ешқайда алысқа кетпейтінімді. Өйткені адам қанша өзіне өтірік айтса, соншалықты оған қиын болады, жолы да, өзі де қиналады, жақындары да қиналады, барлығын қинатып жүреді. Ал егер наоборот бірінші өз-өзіне мойындау керек, мойындасаң, сол кезде сен бір Аллаға да шынымен де жақындайтын сияқтысың. Осы уақытқа дейін барлығы бір Аллаға бір курьер ретінде қарадым. Ақша керек деп барасың, бірақ түбінде сен де құл позициясы емес, просто потребитель. Я вообще өзім түсіндім, что я вообще по жизни потребитель. Я люблю, когда мне служат, когда мне отдают, но өзім служениеға дайын емеспін. Боюсь каких-то ситуаций, и оның артында именно андай тәуекел жоқ сияқты, невера в Аллаха. Сондай. То есть мы говорим на словах, опять же, Аллахқа сенем, анау деп, бірақ артын қарасаң, дәл сол нәрсеге әкеледі екен, чтобы не полностью ему доверяем. Бұл жерде мәселе выгодада. Шынымен де выгода деген не нәрсе деп ойланатын болсақ, ол адамның бір нәрсені жасамауға тауып алған өзінің сылтауы. Яғни өзіне ол нәрсе өте ыңғайлы, өте жақсы, соған комфортно, зона комфортада отыр біздің ханымдар. Еще бұл жерде бір прикол айтайын сіздерге, барлықтары ниеттер ұқсайды, ниеттер қосылған, выгодалары да ұқсайды, больдары да ұқсайды. Ең бірінші шыққан нәрсе ол естественно күйеу. Қарым-қатынас дұрыс болмағандықтан да масштабқа шыға алмай жатырмын деген өздерінің бір блогы дейміз ба, установкасы дейміз ба, яғни сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Біз қазір ханымдардың кейбіреулеріне дұрыстап разбор жасағанда соны шығардық. И ары қарайда осы 2 күнде жұмыс жасай береміз. Енді көреміз, на самом деле шынымен де до конца ашылуға кім дайын, кім дайын емес. Өйткені масштабта ең алдымен максимально өзіңді ашу. Өзіңді ашпасаң, потенциалың да ашылмайды. Сол сияқты енді көреміз, ары қарай жұмыс жасап жатамыз. Баршаңызға ассалам алейкум. Бүгін біздің апгрейд реалити жобасының 2-ші күні. Қатысушылар уже таңертеңнен келіп бір-бірімен сұхбаттасып, кешегі ощущениялармен бөлісіп жатыр. Бүгін 2-ші күн және бүгін тәубе сабағы, одан кейін мақсат, масштаб, миссия тақырыптарын өтетін боламыз. Қатысушылармен терең тағы жұмысты жалғастыратын боламыз. Сонда қалай ойлайсыздар? Аллах тағала не үшін жаратты дүниені? Байлар үшін бі жаратты ма сонда? Барлық үшін. А чё бізде граф жоқ тогда? Граф деген, короче, андай тяжелый бриллианттар ғой, андай алмазный, там еще что-то, сондай бір көздерін ондай, 4-3 да. Но мен айтып жатырмын, это как будто бы идти против своего нафса. Потому что у женщины все равно есть свой нафс, который смотрит на дунью. Почему бірінші әйелдің бірінші 6 нәпсісі дейді? Бірінші 6 нәпсі. Өзі 7 нәпсі болатын болса әйелде. Дүниеге қарайды дейді да? 7 ғой негізі. 7-ші ғана постельге қарайды екен. Что нафсымыз біздің дүниеге қарайды. Дүниеге қарайды. Хотите вы этого, не хотите, принимайте вы это, не принимайте. Это как будто мужик говорит, маған әйелдер ұнамайды, маған еркектер ұнайды. Ну, такие есть. Значит, такие же женщины есть, которые говорят, маған украшение ұнамайды енді. Ұнамайды маған украшение. Ну, это же ненормально, қыздар. Құранда не айтылған әйелдерге қатысты? Жәннатта не болады бізде? Кто читал?
Да, зачем? Там RAV4 не будет. Да, там джеты будут. Представьте, сіздер жыртық демек қояйын енді такой. Жайский киімде идете служить. И вы говорите: Аллах щедрый, Аллах такой, Аллах, Аллах тебе поможет. Сосын біреу қарайды да: сен өзіңе помоги, дорогая. Да? И сосын саған қарайсың, сен ойлайсың. Сосын ол бүйтеді. Бізде қандай нәрсе қалыптасып қалған мышление, да? Кто в религии, тот бедный. Я, потому что мен бір туысқаным айтқан. Пришел имам, мешіттің имамы, на 70-ке этот неде, Тойотада. Все его захейтили сол жерде тұрғанда. Оңбаған. Я, халықтың ақшасына берген садақаға алған ол деп. На самом деле, оказывается, ол кісіге балалары подарили. Өзі жеті нәпсі болатын болса, мен қателеспесем, соның алтауы точно дуния. Точно дуния. Ол біздің фитрамыз. Әйелдің на самом деле фитрасы, яғни әйел өзін кінәлі алмайды. Мен әдемі көйлекті жақсы көретін едім, сол үшін деп. Жоқ. Еркек адам көйлекке қызықса, мен айтар едім, это ненормально деп. Ну, дұрыс, Аллах тағала соны біз үшін жаратты. Әдемі әшекейлер жаратты. Даже Құранның өзінде айтылады ғой. Нәпсіге ұнайтын нәрселерді айтады ол жерде. Тоже мотивация для навса же. Мен осы практиканы жасатып көргем Дубайда бір қыздарға. Когда мы во второй раз в прошлом году были в Дубае, там девочки мои поехали. Я им всем сказала купить бренд неден. Прям жібердім, Дубай мола барыңдар. Брендсіз қайтпаңдар деп. Представляете, бірінші рет бренд алған ханым тек қана бренд алатын болды содан кейін. Представляете, тек қана бренд алатын болды. Шлепкісіне дейін бренд қой қазір. Значит, что Аллах Тағала бере ма, оған береді. Ал та, которая не смогла купить, до сих пор сонымен жүр. До сих пор әлі алмаған. Сома айтады: сөзі ақшам болды, Айгерім ханым, ала салым керек екен, может, это пробил бы мой финансовый потолок. Аллах Тағала никогда нас без денег не оставит. Никогда. Не оставлял, не оставит. И в будущем тоже не оставит. Ол біздің неміз, значит, бұл жерде біз ниетпен тексеріп жатырық, потому что здесь сабақта көп акцентируем на что? На ниет. Понимаете? А если придет завтра, если, например, завтра мы начнем продавать, а вообще никто, если не придет, мы, значит, что делаем? Мы свой ниет опять меняем. На малые даже соглашаемся. Я рабым только саған, не істеу керек, қызмет етем болды. Не істем, қызмет, все, қызмет, но никогда не забывайте вот этот вот. Қызметпен денежтің ортасын таңдау керек деген сіздерде ой болмасын. Қызмет всегда идет вместе с деньгами. Потому что Аллах Тағала сіздердің ешқашан еңбектеріңізді, ақыларыңызды жемейді. Сол сияқты қыздар мышлениені жұмыс жасату үшін. Яғни нужно что делать? Алу керек оны. Көру керек, ұстап кию керек, беру керек, не қылу керек, да, мысалға. Там арайлым ханым хочет булгури, да, пожалуйста, булгуриді киіп көріңіз, проблема жоқ. Да? Алыңыз киіп көріңіз. Я? И біз мына жерде мотивация шығардық, да. Қолдарына кілтті бердік. 500-600, даже 600, 1,5 миллион теңге ме, қанша теңге бердік? 2 миллион теңге қолдарына ұстаттық қана немен, наличныймен. Одан мен сақинамды шешіп бердім, одан сумкамды әкеп бердім. Яғни соны көрген кезде бірден нәпсілер ойнап шықты ғой, көздері жанып, шынымен де я этого хочу, оказывается, мен өзіме не признавалась, оказывается, негізі это возможно, оказывается, деген сияқты неше түрлі оказывается-лар шығып кетті. Яғни осы жерде де адам өтірік тақуа болуға тырысады көбінесе, чтобы опять же закрыть өзінің ақшаға деген махаббатын, дүниеге деген махаббатын. Мен айтпаймын, дүниенің барлығын жүректеріңізге салыңыз деп, жоқ, жүректеріне салмай қойсын. Главное, ол нәрсе қайта-қайта Аллахқа апарып бере берсе болды емес па? Это же тоже инструмент. Маңыз, Это же моя мечта. Сразу ошиб кетті. Я? Вот. Конечно. Алты, бәрібір де қыздар, нәпсі ол
Ол что делает? Ол все равно, ол жақсы көреді. Вы его просто взяли, заглушили. Міне уже екінші күніміздің екінші жартысындағы сабақтар аяқталды. Онда өте сондай терең білімдер болды, масштаб, миссия туралы айтылды. Қазір сабақтан соң қатысушы ханымдарға заданиялар берілді, яғни виш-лист жазып, соның ішіндегі өзіне бір затты алып визуализация жасау керек. Қазір сол ханымдардың ощущениясымен бөлісетін боламыз. Какая-то цель, желание, значит, у Алла Тағаладан ғой. А мы хотим притвориться, думаю, сейчас, может, вместо машины пойду там. И она уже рисует, қоянда саламыз деп, и обратно на расслабоне. Вот. И, наверное, у каждого немножко сейчас страх. Мы ограничены, Бог безграничен, а мы своими мыслями ограничиваем Его могущество, поэтому вот это мышление, блок мышления мне прям перевернул сознание. Қайда бара жатсыздар? Кім қайда барады? Лексус центрға. Или бриллиантқа қарауға барамын. Өзіме или комплект, или колье, или просто сақина қарап қайтамын. Біздер өзімізге рұқсат ете алмаймыз екен, даже элементарно мына мышлениемізбен. Сондықтан бізде сондай задание болды. Енді мына проект болғасын, заданияларды орындауға тырысамыз. Өзіңіздің қалайтын нәрсеңізге барып визуализация жасап, ұстап, көріп, соған мақсат қойып, предоплата жасап келіңіздер деген бір задание болды. Сондықтан ханымдар бриллиант, іштегі қалау ғой енді. Мерседес. Сайда орайын сарай отырған. Мен үшін қазір планшет деп ойлаймын. Сондықтан планшетті мақсат қоямыз осы проекттің аяғына шейін сатып алуға. Приехали в Lexus Center. Примерять машину. Окей. Саулехан. Приехали в Lexus Center, да. Сейчас будем пытаться осознать свои чувства, ощущения. Моя, не мое, мое, не мое, короче. Сейчас что чувствуете вообще? Спокойствие? На данный момент. Нормально, спокойно. Я, наверное, когда в граф буду заходить, буду чувствовать себя по-другому. Я не знаю. А вы? Немножко такое мандраж, потому что машины были, но салона нет. И я думаю, салона возьму что-нибудь такое, начну с Зикра, может, ну что-нибудь такое среднее, да. Тут мы приехали в Lexus Center. Это уровень, да? Это уровень. Для меня раньше было Lexus салон, это папе, а я там еще дорасту, да. А сейчас как-то мне рано как будто, да. Ну сейчас померим, посмотрим. Сняулись. Қандай сезімдесіз жалпы? Видите, 2 года скринила эту машину, поэтому у меня предвкушение. Окей, все, тогда заходим. Ради Лексуса можно 40 женщин отпахать. Такая легкая. 4 карата. Я, 2 года назад другую скринила, это же новая модель, а 2 года назад это постарела. И вот она, да? Сейчас я открою, потом закрыть не смогу. Ну попробуйте хотя бы. В общем, мынандай сумка қарап жатырмын. Диордікі, Праданікі ұнаған жоқ, Луи Виттондікі ұнаған жоқ. Мынаған аузымды ашып тұрмын енді. По-моему, она вам подходит. Ең бірінші біз кеше ниеттен бастадық, ниеттен кейін тәубеге кеттік. Потому что кеше барлығымызда почти бір запрос шықты ғой енді. И 6 жылдан бері жүрген больді жардық, былай айтқан кезде. Ол нәрсе адамның жүрегінде шынымен де мынандай комок болып тұратын, көкірек жіберілмей. Бүгін мысалы еркін бітіп күшті болып сөйлеп отыр, потому что сол нәрсе менде 6 жылдан тұрған түйін ашылды да. Получается, мы думали, что это не для нас, то, что служение, это значит, мы должны быть скромные,
Мы не могли себе этого позволить. Мы думали, раз мы служим на пути Аллаха, мы должны быть чуть скромнее. То есть бренды, это все, это не для нас. Но Айгерім ханым перевернула наше мышление, сказала, что это тоже инструмент, это тоже повод идти к Аллаху и просить, потому что Он безграничен, а наше мышление ограниченное.